Баршаларыңызға сәлем. Менің акция және ақша курсыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде сіздермен алғашқы сабағымыз, яғни үлкен бір картинаның, үлкен бір пазлдың алғашқы пазлын құрайтын боламыз. Бүгінгі сабақта біз сіздермен жалпы трейдинг дегеніміз не деген сұрақтың жауабын алатын боламыз. Жалпы сабақтың құрылымы, трейдинг деген не, қор биржасы деген не, трейдингтің қандай түрлері бар және трейдингтегі негізгі түсініктер. Ең бірінші біз сіздермен трейдинг дегеніміз не? Трейдинг деген жалпы ағылшын тілінен аударғанда қарапайым сауда деген сөзді білдіреді. Мысалы, товарный бизнесте жалпы ұғым бар, товарный бизнес. Оның ішінде біз жеке-жеке мужской киім, женский киім, аксессуар, аяқ киім деген сияқты бөлеміз. Сол сияқты трейдинг дегеніміз ол үлкен бір бөлім. Бұл бөлім өз алдына былай жүктеледі, яғни бөлінеді. Жалпақ бір тілмен айтқанда, трейдинг ол сауда жасау. Осы сауданың барлығы бізде қор биржасында саудаланады. Егер сіздер товарный бизнеспен айналысатын кезде барахолкадан алып, Қытайдан товарды алып сауда жасайтын болсаңыздар, бұл жерде сіздер трейдингте қор биржасында. Яғни трейдинг дегеніміз сауда, қор биржасы біздің базарымыз. Осы процесті жасап жатқан адамды біз сіздермен трейдер деп атаймыз. Яғни қор биржасына барып, қандай да бір активті сатып алумен айналысатын тұлғаны біз сіздермен трейдер деп атаймыз. Жалпы жаңа айтқандағыдай товарный бизнесті біз түрлі категорияларға жіктедік, мужской киім, женский киім, детский киім деген сияқты. Тура сол сияқты трейдингте де трейдингпен айналысатын адамдарды түрлі категорияға жіктейміз. Трейдер активтерді алып сатумен айналысады. Бірақ қандай активтер бізде бар? Ең бірінші сток, ол біздің айналысатын акциямыз. Яғни акция ол белгілі бір компанияның бір үлесі. Мысалы, Apple компаниясы, Tesla компаниясы, осындай ноутбуктардың чипін шығаратын AMD компаниялары. Міне, осындай әлемдік алпауыт компаниялардың бір үлесін сатып алып сатумен айналысатын трейдингтің түрін біз сіздермен сток трейдер деп атаймыз. Яғни сток ағылшын тілінен аударғанда акция деген сөзді білдіреді. Ары қарай опцион, фьючерс, форекс және крипто. Бұлардың барлығы трейдингтің бір түрлері, бірақ әр қайсының жеке-жеке анализі бар, жеке-жеке өз алдына өзінің жұмысы бар. Менің курсымның опцион, фьючерс, форекс, криптовалютаға абсолютно ешқандай қатысы жоқ. Және мен жасайтын анализдің бұл салаға келе ме, келмей ме деген жауаптың нақты жауабы менде жоқ. Және бұл салаларға мен жасайтын анализ келе ме, жоқ па деген сұрақтың нақты жауабы жоқ. Мен тек қана акциялармен айналысам. Неге? Себебі мысалы опцион, фьючерс, форекс немесе криптовалютада сіздер көзге көрінбейтін жоқ нәрсемен сауда жасайсыздар. Яғни мысалы криптовалютаны алатын болсақ, ертең таңертең сіздер тұрған кезде криптовалютаға салған ақшаңыздың барлығы жоқ болып кететін болса, яғни криптовалюта нарығы жоқ болып кететін болса, сіз еш нәрсе жасай алмайсыз. Ол еш жерде тіркелмеген, еш жерде көрсетілмеген, яғни былайша айтқанда жоқ нәрсемен сауда жасау. Ал енді біз айналысатын акция бөлімі ол ең сенімді, ең мықты, ең анализге бағынатын трейдингтің прям қорықпай сауда жасауға болатын түрі. Неге десеңіздер, мысалы Apple компаниясы жылдан жылға обороты өсіп келе жатыр. Tesla компаниясы жылдан жылға әртүрлі продукттар шығару арқылы обороттары өсіп келе жатыр. Бүгін ертең ол компаниялар в любом случае жоқ болып кетпейді. Және ол жерде сіздер сауда жасаған кезде сол компанияның тарихына, болып жатқан жаңалықтарына міндетті түрде мән бересіздер. Яғни белгілі бір нәрсеге негізделе отырып сауда жасайсыздар. Ең сенімді, ең анализге бағынатын трейдингтің түрі осы сток, яғни акция болып табылады. Барлық құнды қағаздар қор биржасында саудаланады. Яғни мына жердегі акция, опцион, фьючерс, форекс, криптовалюта бұның барлығы жаңа басында айтқандағыдай қор биржасы, яғни бір базарда саудаланады. Енді бұл товарный бизнес пен трейдингтің ең негізгі айырмашылығы, егер сіздер товарный бизнесте базарға барып, товарды алып, қалаға алып кеп сата алатын болсаңыздар, бұл жерде сіздер қор нарығына самостоятельно барып акцияларды сатып ала алмайсыздар. Яғни Американың қор нарығымен біз жұмыс жасаймыз. Сол Американ қор нарығына өздігіңізден барып, акцияларды сатып алып, сауда жасай алмайсыздар. Бізге міндетті түрде ортадан бір посредник керек. Міне, сондай посредникті біз сіздермен брокер деп атаймыз. Яғни брокер дегеніміз биржамен активті сатып алушы трейдердің арасындағы сауданы ұйымдастыратын делдал. Яғни посредник, біздің тілмен айтқанда, сіздер осы брокердің көмегімен қор биржасынан жаңағы акцияларды сатып аласыздар және сатасыздар.
Жалпы бізде жаңа Америка қор биржасы деп айтып қалдым. Кез келген мемлекеттің экономикалық көңіл күйін, экономикалық көрсеткішін көрсететін өзіндік қор биржалары бар. Мысалы, Қазақстанда КАСЕ, Қазақстанда қор биржа, немесе Қытайда Шанхай Stock Exchange. Тура сол сияқты біз ақш қор биржасымен жұмыс жасайтын боламыз. Қазақстандық компаниялардың акцияларымен жұмыс жасауға бола ма деген сұрақ туындауы мүмкін. Болады. Каспий банк, БЦК банк, Казмунайгаз, Казтрансойл, яғни осы компаниялардың кез келгенмен КАСЕ қор биржасына тіркеліп, сіздер сауда жасай аласыздар. Бірақ бұл жердегі ең негізгі айырмашылық қандай? Неге біз Америка қор биржасымен жұмыс жасаймыз және неге сол қор биржаға кіретін компаниялардың үлесімен жұмыс жасаған тиімді? Мысалы, Apple компаниясын қарайық, немесе Tesla компаниясын қарайтын болсақ, бүтінде бірақ компанияның капитализациясы Қазақстанның экономикасынан жоғары болып табылады. Яғни ол жерде бір компанияның өзінде бүтінде Қазақстанның экономикасынан да көп ақша айналып жатыр. Мысалы, сіздер қазақстандық бір компания Казтрансгазды алатын болсаңыздар, ол компанияның акциясы бір ары кетсе жарты жылдың ішінде бір 500 теңге, 1000 теңге қымбаттауы мүмкін. Ал салыстырмалы түрде Америка қор биржасында, например, Tesla компаниясының бір штук акциясын алатын болсақ, ол бір күн ішінде $30 дейін қымбаттауы мүмкін. Ойлаңыздаршы, бір-ақ күннің ішінде 1500 теңгеге кемі қымбаттауы мүмкін. Яғни біз сіздермен акциямен сауда жасаған кезде бізге мейлінше тез қозғалатын акциялар қызық, яғни акция бағасы бірден үлкен сумаға өссе, біздің сәйкесінше табатын ақшамыз да көбірек болады. Міне, ақш қор биржасында ақша көп, компания көп, 5000-нан астам компания бар, солардың кез келгенмен жұмыс жасасаңыздар болады. Тез қозғалады, яғни бір күннің ішінде сіздер әжептәуір күшті ақшаларды тауып, осы қор биржасынан сауда жасап шығып кетсеңіздер болады. Ал қазақстандық нарықпен жұмыс жасайтын болсаңыздар, үлкен ақшаға жету жолдарыңыз қатты қиындап кетуі мүмкін. Міне, жалпы Америка қор биржасында бізде сіздермен 3 түрлі индекстер бар. Осы қор биржасы бізде индекстен тұрады. Яғни индекс дегеніміз не? Индекс дегеніміз ол прям поцифренно экономикалық көрсеткіштерді көрсететін ахуал, яғни мысалы Қазақстанның экономикасы биыл осыншама процентке жақсарды, безработица осы процентке төмендеді деген сияқты көрсеткіштерді бәріміз естіп жүрміз, көріп жүрміз. Міне сондай ақпараттардың жиынтығын барлығын біз сіздермен индекс арқылы көре аламыз. Америка қор биржасында ең ірі 3 индекс бар. Біріншісі NASDAQ, екіншісі Dow Jones, Dow Jones Industrial Average деген индекс, и үшіншісі S&P 500 деп аталады. Қараңыздар, Американың экономикалық көрсеткішін көрсететін основной 3 индекс Dow Jones, NASDAQ және S&P 500. Бұл индекстердің көрсеткіштері өсетін болса, соның құрамындағы акциялардың көрсеткіштері де өседі. Құлайтын болса, сәйкесінше құлайды. Мысалы, қараңыздар, нарық индекстері қор нарығына және бүкіл нарықтың көңіл күйін көрсететін арнайы жиынтық көрсеткіштер дедік. Мысалы, S&P 500 индексі құлап жатыр, сәйкесінше оның құрамына кіретін Tesla компаниясының акциялары да құлап жатыр. Яғни бізге міндетті түрде осы индекстерді білу керек, оларға мән беру керек. Общий көрсеткіш құлап жатыр ма, оның құрамындағы компаниялардың акциялары да құлап жатқандығын білдіреді. Неге? Себебі оның құрамындағы акциялардың қозғалысына қарай жалпы индекс құрылады. Яғни оның құрамында акциялар құлап жатыр, индекс те құлап жатыр. Екеуі бір-бірімен өте тығыз байланысты. Енді қараңыздар, ақш қор биржасында шамамен 5000-ға жуық компания бар. Бірақ олардың бағалары әртүрлі. Яғни орташа, арзан және қымбат, үлкен компаниялар деп бөлеміз. Яғни кішкентай компаниялар, орташа компаниялар және үлкен компаниялар деп бөлеміз. Мысалы, small cap, ең бірінші small cap және кішкентай компания деп жатырмын. Қаржы айналымы төмен, өте арзан акциялар. Әдетте бұл нарыққа енді енген компаниялар және олар күнделікті трейдке тиімсіз. Біз сіздермен орташа және үлкен компаниялармен, яғни medium және large компаниялармен жұмыс жасаймыз, яғни капитализациясы $1 миллиард жоғары. Мысалы, Tesla, Apple, Amazon, Alibaba сияқты компаниялармен жұмыс жасаймыз. Яғни ол компаниялардың акцияларын сіздер алып қоятын болсаңыздар, в любом случае ол ертеңгі күні жабылып қалмайды, жоқ болып кетпейді. Яғни сіздер ол жерден жаңағыдай в любом случае плюсқа шығу, яғни табысты болу ықтималдылықтарыңыз жоғары болып табылады. Енді қараңыздар, біз сіздермен акциямен айналысамыз дедік. Акцияның өзінің стильдері бар. Яғни сіздер
трейдингтің ішінде акциямен айналысып бастаймын деген күннен бастап осы үш нәрсені білу керексіздер. Ең бірінші скальпинг, дей трейдер және свинг трейдинг. Скальпинг мысалы, менің рилстарымда, стористарымда мен айтып жатамын, мен бүгін 10 минутта осынша ақша таптым, 15 минутта осынша ақша таптым деген сияқты. Кейбір адамдар сол видеоларды көрген кезде ойлап қалады, как будто бұл өтірік сияқты. Жоқ, өтірік емес. Жалпы акциямен айналысудың үш стилі. Ең бірінші стиль скальпинг. Бірнеше минуттар мен бірнеше секундтардың арасында сауда жасау. Мысалы, қор биржасы ашылды. Қор биржасы ашылған уақытта акцияны сатып алып, бір 5-10 минуттың ішінде сатып жіберетін болсаңыздар, сіздер скальпинг деген стильмен жұмыс жасап жатсыздар. Яғни сатып алу және сату арқылы 10 секундпен бірнеше минут аралығында жұмыс жасайтын адамды біз скальпер дейміз. Ол стильді скальпинг деп атаймыз. Дальше дей трейдинг. Бір жұмыс күн ішінде жасалатын сауда. Мысалы, бір күн ішінде сіздер 3 сделка, 10 сделка жасауларыңыз мүмкін. Яғни бір күннің ішінде акцияны сатып алып, бірнеше сағаттардың ішінде сол акцияларды сатуды біз сіздермен дей трейдинг деп атаймыз. Мысалы, мен в основном дей трейдермін. Яғни бір күн ішінде сауда жасап, өзімнің табатын ақшамды алып шығып кетемін. Дальше бізде свинг трейдинг, долгосрочный акция немесе инвестиция деп көптеп естіген шығарсыздар. Акцияны бір күннен ұзағырақ ұстау. Яғни ол 3 күн, 1 апта, 1 ай болуы мүмкін. Яғни сіздер қазір депозиттарыңызда артық 5 миллион теңге ақша бар болатын болса, 5 миллионыңызды Каспи депозитте тұратын болса, ол бір айда сіздерге тек қана 50 мың теңге таза пайда алып келуі мүмкін. Ал сол 5 миллионға, мысалы, Tesla компаниясының акциясын алып қоятын болсаңыздар, ол сізге бір айдың ішінде жоқ дегенде 2000-3 мың доллар таза пайда беруі мүмкін. Ол үшін сіздер осы свинг трейдинг немесе инвестиция, долгосрочная акция деген тақырыпты более детально игеру керексіздер. Мен өзімнің курсымда сіздерге осы скальпинг пен дей трейдинг, в основном 80-90% дей трейдинг туралы айтатын болам. Яғни бір күн ішінде сауда жасау мүмкіншілігі. Біз сіздермен күнделікті қалай ақша таба аламыз? Қараңыздар, бізде қор биржасы понедельниктен пятницаға дейін 5 күн жұмыс жасайды, 2 күн демалады. Кешкі сағат 6:30-да қор биржасы ашылады, түнгі сағат 12:30-да қор биржасы жабылады. Яғни сіздер понедельниктен пятницаға дейін 5 күн бойы кешкі 6:30-нан түнгі 12:30-ға дейін ақша таба аласыздар. Неге сағат 6:30-да ашылады? Себебі Америка уақытымен, олардың уақытымен 12 сағат артта болғандықтан, олардың уақытымен таңертеңгі сағат 9:30-да маркет ашылады. Яғни оларда кәдімгідей полноценный жұмыс күні болып саналады. Біздің уақытпен ол сағат 6:30-да ашылады. Яғни сіз бен біздер маркеттегі сауданы понедельниктен пятницаға дейін 5 күн кешкі 6:30-нан түнгі 12:30-ға дейін жасай аламыз. Енді трейдинг саласында акциялардың бағасының өсіп құлауының өзіндік терминдері бар. Яғни біз сіздермен акция бағасының өскеннен де пайда таба аламыз, акция бағасының құлағаннан да пайда таба аламыз. Акция бағасының өсуінен пайда табуды біз лонг деп атаймыз, акция бағасының құлауынан пайда табуды біз сіздермен шорт деп атаймыз. Мысалы, Tesla компаниясының 30 штук акциясын 215 доллар деген бағадан алып, 218 доллар деген бағадан сататын болсақ, яғни 3 доллар қымбаттаған кезде сататын болсақ, 30 штук акция құнына 3 доллар қозғалыстан сіз 90 доллар таза пайда табасыз. И керісінше, яғни шорт позицияда. Егер акция бағасы 218-ден 215-ке құлайтын болса, ол жағдайда сіздер, яғни бірінші сценарийде лонгтан тапсаңыздар, екінші сценарийде шорттан да тура сондай ақша таба аласыздар. Енді бұл жерде сізде сұрақ туындауы мүмкін, да? Хорошо, понятно. Мен түсіндім. Арзан кезде сатып алып, қымбат кезде сатсам, это понятно. Но қалай қымбат кезінде сіздер жаңа акция бағасы құлайды деп ақша табасыздар деген сұрақ туындауы мүмкін. Міне осы жерде прям миларыңызға құйып алыңыздар. Трейдингтің басқа бизнестің ерекшелігі сіздер акция бағасының болжамды бағасынан ақша табасыздар. Яғни сіздер бұл жерде акция бағасы өседі немесе акция бағасы құлайды деген болжамды бағасынан ақша табасыздар. Өсетін жағдайда лонг позиция, яғни купитпен кіресіздер. Егер құлайтын болса, яғни акция бағасы бүгін құлайды деген жаңалық шығатын болса, сіздер ол аралықта шорт позициямен, яғни продать деген позициямен жұмыс жасап ақша таба аласыздар. Енді бұл жерде қараңыздар, мысал келтірейін сіздерге. Осыдан 1-1,5 жыл бұрын Tesla компаниясы электрокарлардың сатылымы азайғандығын, оған себеп Қытай нарыққа әртүрлі электрокарларды өте арзан бағада кіргізіп жатқандығын
айтқан болатын. Сәйкесінше бұл жаңалықты көрген көптеген инвесторлар өзінің Tesla компаниясындағы акцияларын массово сата бастады. Енді сол аралықта сіздер шорт позиция, яғни акция бағасы құлайды деген позиция ашатын болсаңыздар, сіздер сол жерден әжептәуір жақсы пайда тауып қалу мүмкіншіліктеріңіз болады. Міне, жалпы бүгінгі сабақ бойынша айтылатын ақпарат осы. Бұл бізде кіріспе сабақ болған болатын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.